Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Лор Бүркітбаев YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін ерекше выпуск. Көріп тұрғандарыңыздай менің коллегам, анестезиолог-реаниматолог Түгелбаев Дәурен Садықұлы. 10 жылдық тәжірибесі бар анестезиолог-реаниматолог саласында өте білікті маман. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз наркоз, анестезия жайында жалпы халық арасында кең тараған сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Каналымызға тіркеліңіздер, осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ал біз бастаймыз. Алдаке, қош келдіңіз менің каналыма. Құрметті қонақ боласыз. Сізге енді біраз халық арасында анестезиология, реанимация жайында кең тараған сұрақтар бар. Соны сізге қоя кетсем. Енді бірінші сұрақ, өзіңізді таныстырып кетсеңіз, менің оқырмандарыма қанша жыл қай жақта істедіңіз, жалпы тәжірибеңіз қалай, осы мамандық бойынша? Ассалаумағалейкум, біріншіден көрермендерге, Фархат Бақтыштың оқырмандарына. Менің есімім Түгелбаев Дәурен Садыкович, мен клиника Лор статуста анестезиология, реаниматология бойынша бөлім меңгерушісімін. Тәжірибе бойынша келетін болсақ, жалпы тәжірибем 10 жылдық тәжірибе, осы салада қызмет етіп келеміз. Қазіргі таңда Фархат Бақтышпен бірге жұмыс істейміз. Көп операциялар, күнделікті күйбең тіршілік қой. Менің білуімше, құрметті оқырмандар, бұл мырза экстренный службада именно балалардың реанимация, анестезиология саласында біраз жылдар қызмет атқарған өте оңай емес тірлік. Неге? Өйткені экстренный службада білесіздер, өлім мен өмірдің арасында жүретін жан сақтау бөлімшесінде де жұмыс жасаған, ол өте қиын, және де ол жерде өте мол тәжірибе алуға болады. Сол секілді мене бұл деген дополнительный ақпарат Дәурен Садыковичке. Енді біз тақырыбымызды жалғастырайық. Дәурен Садықұлы, көп ел арасында сұрақ бар. Жалпы наркоз жайында, ол өмірді қысқарта ма, және де память, есте сақтау қызметіне қалай әсер етеді, және де басқа ағзаларға әсері бар ма? Сол сұрақты кеңінен айтып кетсеңіз. Енді халық арасында таралған жалпы мифтер жайлы дейсіз ғой. Бірінші жалпы миф, ол бұрыннан бар. Енді ол түсінік органға влиять етеді, өмірімді қысқартады, немесе қандай да бір жаңа мәселелер болады деген сияқты халық арасында түсінік көп, бірақ ол өте ескі түсінік, яғни ол рас мойындаймын, ондай жағдай болған, бірақ ол өте байырғы кезеңде болған, яғни 50-ші, 40-ші, 60-ші, 70-ші жылдары. Қазіргі заман дамыды, қазір препарат дамыды, енді аппаратура, оборудование дамыды. Сол себептен қазіргі уақытта ондай түсінік өте қате, яғни миф болып есептеледі. Сол себептен пациенттер егер отаға жоспарланып жатса, ешқандай алаңдаусыздық, ешқандай уайыммен келудің қажет жоқ. Қазір бәрі дамыған, мамандар өте білімді, оқыған, алдын ала сіздерге кеңестерін береді. Сол себептен қорқуға еш негіз жоқ. Адаке, келесі сұрағым осы, мен енді хирург болғаннан кейін көптеген балаларға көбінесе жасаймын да операция. Сол кезде ата-аналармен сұхбат барысында оларда кәдімгі наркоз деген кезде кішкене үрей бар да, төбе шаштары тік тұрады, кішкене қорқады наркозды. Соған ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Бағана айтып кеткендей, қазіргі енді қорқуға еш негіз жоқ, өйткені заман дамыды, препарат, жалпы оборудование, қазір мамандар арнайы тәжірибеден өтеді. Бұрынғыдай енді 1 жыл ғана анестезиолог оқымайды, 3 жылдық, 4 жылдық резидентураны бітіреді. Сол себептен ата-аналарға жалпы ота жасаймын деген операцияға кісілерге жалпы ешқандай қорқуға негіз жоқ. Барлық операция бойынша сұрақты негізі барлығы түсіндіреді сізде анестезиологтың консультациясымен бірге. Консультация кезінде толығы подробно барлығын сізге айтып береді, не үшін, қалай. Сол кезде көкейде жүрген бір сұрақ болатын болса, без проблем маманға жаудырсаңыз болады. Сол себептен ата-аналар қорықпай ота пландап жатсаңыздар келе беріңіздер, без проблем. Осы орайда келесі сұрақ туындайды. Жалпы сол наркозный препараттарға енді аллергия бар ма? Жалпы содан қорқуға бола ма, қорқуға? Немесе сол аллергия болып жатса, соған сіздің командаңыз жалпы дайын ба көмек көрсетуге? Сол мәселесінде. Енді әр бала өзі жеке индивид дейді, әр тұлға әртүрлі. Сол себептен кімде қандай аллергия бар екенін кез келген ата-ана туыла салып, балаға қандай дәріге немесе тамақ аллергиясы бар екенін жақсы біледі. Менің енді айтар кеңесім, как маман ретінде, ота алдында анестезиологқа келген кезде толықтай ашылсаңыздар.
барлығын подробно айтсаңыздар, қандай аллергиясы бар, несі бар. Егер операция кезінде аллергия болып қалған жағдайда, иә, команда міндетті түрде дайын. Ол анафилактикалық шок дейді, енді өзіңіз білесіз ғой. Сол себептен кез келген анафилактикалық шокқа, кез келген симптоматикаға, жалпы ауру белгісіне біз дайынбыз. Көп жағдайда енді анестезиологтар жақсы түсінетін шығар. Анестезиологтардың ең бір қорқынышы жаңағы орысша айтқанда злокачественная гипертермия дейді. Именно біз қолданатын ингаляциялық неге анестетикқа аллергиялық реакция. Енді ол қарапайым тілмен айтсақ, ол өте біз үшін ауыр анафилактикалық реакция. Біз даже енді сол анафилактикалық реакцияға біз дайынбыз, клиника дайын, оған алдын ала қарастырылған. Сол себептен қорықпай келе беріңіздер. Жаңағы айтып кеткендей, ашылып қандай дәріге, тамаққа аллергиясы бар екендігін айтсаңыздар болады. Жалпы сізде осы ситуацияда бүкіл дәрі-дәрмектер, бүкіл оборудование бәрі бар ғой негізі? Барлығы бар. Рахмет. Барлығы. Енді жәке, сіздер анестезияға наркоз барысында ересек адамдарға да бересіздер. Сол орайда мысалы қазіргі қоғамда жаңағы есірткіге тәуелді бізде науқастарымыз бар, және де ішімдікке салынған кісілер бар. Енді олар бұрын сондай айналысқан, қазір енді салауатты өмір салтын сүретін адамдар бар да. Соларға наркозда бір ерекшеліктер бар ма? Оларда қандай қиындықтар туындайды наркоз барысында? Енді ол кісінің жалпы қарап тексеру барысында организмі жалпы белгілі болады. Анализ қорытындыларына қарап. Бірақ ол операцияға алғаннан кейін ерекшелік болмайды. Наркоз сол, бірақ кәдімгі дозадан шамадан тыс жоғары болады. Өйткені ол кісілер енді есірткіге тәуелді. Былайша айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда, организм үйренген. Ешқандай кедергі болмайды, иә, наркоздың бәрін өткізіп береміз, проблема болмайды ешқандай. Болады, жалпы? Иә, одан қарсылық жоқ, ешқандай қарсылық жоқ. Егер организмде қандай да бір ауру болып, немесе бір анализінде дұрыс емес жағдайлар болатын болса, біз арнайы мамандарға жібереміз. Олардың лечениесін алып, емін алып келгеннен кейін организм дайын болса да, онда ешқандай проблема жоқ. Сөзіңіз аузында болсын. Мамандар дедіңіз ғой, басқа да арнайы. Мысалы, менде практикада науқастар бар, мысалы, олар учетта тұрады да, невропатологта, ДЦП балдар бар, задержкамен балдар бар да, невропатологта тұрады учетта, және де астмамен тұратын кісілер бар да, оларда полипозный хронический риносинусит бар. Енді өзіне соған тәуелді аурулар да, енді оларға операцияның өзі кішкене қиындық туындайды да. Сол орайда сіздің жағыңыздан қандай дополнительный кеңестер керек? Ол қарсылық болмай ма наркозға? Ондай балалар, менің білуімше, арнайы бір дәрілер ішеді, немесе арнайы бір манипуляция жасау болады. Егер операция жоспарлы түрде болатын болса, кез келген анестезиолог онымен әңгіме барысында жаңағы ішіп жүрген дәрісін, витамин, БАДы болсын, оны толықтай тоқтатып тастауға кеңес береді, болмаса уақытша, немесе даже дозасы азайтылған күйде. Сол себептен ондай балалардан проблема болады деп қорқып жүрсеңіздер, ешқандай менің ойымша проблема болмайды. Жаңағындай тек арнайы маманмен кеңесіп, сол маман, өзіңіздің учетта тұратын маман, пульмонолог болсын, кез келген маман рұқсатын берсе, онда біз жақтан тоже қарсылық жоқ. Мысалы, конкретно бір случайда айтайық, мысалы, бала эпилепсиямен ауырады. Мысалы, ол үнемі дәрісін ішіп тұру керек та. Вот сол балаға қандай кеңес бересіз? Мысалы, операция алдында бірінші алу керек па, может, кейін или қалай? Оны су ішуге болмайды деген сияқты ғой енді. Жалпы баланы дайындау жөнінде біздер енді көбінде жалпы анестезия, жалпы наркоз, общий наркоз халық түсінігінде сондай наркоз беріледі. Сол себептен оның арнайы дайындау әдісі бар. Яғни дайындық кезінде балаға біз 8 сағат алдын кәдімгі тамақты ішпеуін кеңес береміз. Ал су, жалпы сұйықтықты 2-3 сағат алдында ішпеу керек. Жаңағындай қосымша аурулары бар, қандай да бір диагнозбен учетта тұратын балаларда, ауру негізіне қарап, біз ол баланы таңертең ерте бірінші алуға тырысамыз. Жаңағындай сіз айтқандай судорогасы бар балалар болатын болса, көбінде ол балалар карбамазепин, жаңағындай неше түрлі противосудорожный дәрілер ішеді. Ол кезде де онда анестезиологтың өзінің кеңесі бар. Мысалға, таңғы 9-да, 10-да ішетін балаға біз обычно предлагать етеміз 6-да дәрісін уақытын өзгеріс болады. Ол өзінің маманымен и бізбен кеңесе отырып
жасалатын дүние. Дұрыс. Және де тағы бір сұрақ бар, менде енді оған өзім практикамда пациенттің операцияға барар алдында су ішіп қояды, білмейді да, енді тамақ ішіп қояды. Соны жұрттар түсінбейді да, не үшін су ішуге болмайды, не үшін аш қарынға бару керек, оның қандай қауіптері бар, соны бір кеңірек айтып кетсеңіз менің оқырмандарыма. Жоспарлы операцияда дайындау барысында тамақ су ішпеу деген бар. Неге? Өйткені анестезиологияда, медицина тілімен айтатын болсақ, бізде синдром Мендельсона деген бар. Яғни ол не деген сөз? Егер сіз операция алдында 1 сағат, 2 сағат алдында су, тамақ ішіп қоятын болсаңыз, біз сізді операция алу барысында жалпы наркоз, общий наркоз кезінде сіз толықтай есіңіз, былайша айтқанда терең ұйқыда жатасыз. Мынау тамақ жұтқыншақ аймағындағы рефлекстер полностью өшеді. Сол себептен асқазанда қандай содержимый дейді, қорытылмаған ас кері қарай келуі мүмкін. Егер ол кері қарай келсе, нәтижесінде ол тыныс жолдарына түсіп, асқазанның өзінің сөлі бар, тамақ қалдығы бар, адамда аспирациялық пневмония дамуы мүмкін. Ол балаға да, үлкен ересек кісілерге де бәріне бірдей қойылатын стандарт. Жаңағы айтып кеткендей, бір арнайы препарат ішетін болса ғана, арнайы миллилитр судың мөлшерімен ғана рұқсатын береміз. Өзіміз сағатын, уақытын бәрін жазып, есептеп туралап береміз. Жалпы көрермендерге айта кетейін, аспирационный пневмония дейтін өте қауіпті ауру, одан даже смертность өте көп, то есть өліп кетуі де мүмкін. Себебі асқазандағы бүкіл тамақтың бәрі өкпеге барған кезде оқта инфекция болады, ол воспаление болады, бүкіл тыныс жолдарын бәрін бітеп тастайды. Сол үшін сонымен өте қауіпті болғаннан кейін біздің анестезиологтар операцияның алдында тамақ, су мүлдем рұқсат етілмейді. Дұрыс, өте дұрыс. Енді маған көптеген пациенттерде консультация барысында сұрақ қояды. Жалпы показания бар операцияға. Бала қиналып жүр, түні қорылдайды, тыныш жетіспейді. Сол сол аурудан ол қиналады да бала. Миына кислород бармайды, сөйлеуіне, естуіне бүкіл зиян тигізіп тұр да, 100% ол көрініп тұр. Бірақ енді бұл жерде ата-ананы ұстап қалатын нәрсе ол наркоз болып тұрады да, и ол наркоздан қорыққаны, ең басты қорқатын сол өлім мәселесі да, содан өліп кетем ба деп қорқады. Сол қаншалықты рас, немесе ол қаншалықты сол қорқуға стоит былай айтқанда. Енді наркоздан өліп кетем деген пациенттерде жиі кездеседі, бірақ ол жоспарлы ота болғаннан кейін ол жерде мамандар в первую очередь жақсылап дайындайды. Өз маманы бар, педиатр маманы, анестезиологтар бар. Егер балада қандай да бір ақау болатын болса, қандай да қосымша ауру, егер операцияның қиындығын сезіп тұрған болса, онда анестезиолог міндетті түрде ескертіп айтады. Қаншалықты операция терең, қиындығы жағынан, оның рисктері жайлы, осложнениесі жайлы. Бірақ анестезия дәрісінің мөлшерінен передозировка деген халықта түсінік бар ғой. Қазіргі заман дамыды, бағана айтқандай, передозировкадан адам өлуі мүмкін емес. Егер анестезиолог жақсы бітірген маман болатын болса, әрбір консультацияда баланың дене массасы, салмағы, бойы, қосымша ауруы барлығы есептеледі. Сол дене массасына сәйкес анестезия дозасы беріледі. Сол себептен егер артық дозаланған жағдайда, қазіргі заманда жаңағы монитор, аппарат барлығы көрсетілген, артық дозаланған жағдайда анестезиологқа ол белгі беріледі. Сигнал болады. Соған қарай өзінің операция барысында, ота барысында өзінің керекті дозасын алып отырады. Енді жоспарлы мен экстренный операция екеуі екі бөлек нәрсе. Экстренный кезде өлім көрсеткіші енді көбірек статистика жоғары. Өйткені ол енді аурудың келгеніне байланысты, бізде енді аденоидқа байланысты болатын болса, ешқандай қорқыныш негіз жоқ. Егер ата-ана немесе бала өзінің аллергиялық реакциялары туралы қандай да бір қосымша қазір орви дейді, жырви дейді, сондай ауырып тұрған кезде, жөтеліп тұрған кезде, немесе асқазан ішегі диарея дейді, шөтіп тұрған жағдайдың барлығын жасыратын болған жағдайда, онда асқынулар болуы мүмкін. Құрметті оқырмандар, сіздер өте мұқият болуларыңыз керек. Көп ата-аналар тезірек операцияны жасатса деген мақсатында көп ақпаратты жасырады. Бала ауырып жатыр, мысалы диарея деп жатыр, мысалы температура мысалы болып жатса, түнде мысалы жөтелсе, оны міндетті түрде емдеуші дәрігерге немесе анестезиологқа оны айту керек. Демек ол балада кішкене өзгерістер бар, может оны күте тұру керек.
может сәл шегерсе, ол бәрі жақсы болса, может сол кезде де алуға болады операцияны. Егер әрине ол шұғыл түрде операция болмаса. Көбінесе біздің орталықта жоспарлы түрде операциялар болады. Енді оның бәрі дайындық жақсы болса, операцияның алдында жаңа анализдер қараса, бәрі де реттелген болса, бәрі жақсы өтеді. Солай ма? Дұрыс, өте дұрыс. Ал құрметті оқырмандар, енді негізгі сұрақтар аяқталды деп ойлаймын. Егер сіздерде көкейіңізде жүрген бір сұрақтар болса, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер, біз жауап береміз. Енді эфирдің аяғында, эфирдің соңында, енді бәріміз врачпыз, басымыздан өткен бір қызықты случайлар болса, сонымен кішкене сіздермен бөлісіп, көңіл көтерейік. Ал мен өзімнен бастайын, әке. Мен енді өзім осы врач болып оқып жүрген кезде скорыйда санитар болып істедік, фельдшер болып істедік. Сол кезде бір қызық оқиға болған. Фельдшер боласың, көптеген вызовтар болады. Ол кезде енді машиналар қазіргі деген жаңа емес, ол кезде машиналар ескі, менде бір УАЗик болатын. Сол УАЗикпен ары-бері таситынбыз әйтеуір пациенттер. Сонымен бір қызық случай болды. Түннің ортасында бір жаңбыр жауып тұр ма, сондай кездер. Бір вызовқа барам, бір үйге қарасам, бір әйел отыр, уже босанайын деп отыр да, енді уже анау сөйтіп айқайлап шыңғырып отыр. Сөйтіп сіз бір өзіңіз ба сұраған? Мен бір өзім ғой, фельдшер ол кезде мен бір өзім болдым, санитарым жоқ и водителім бар. Водитель машинада. Сөйтіп жаңағы әйел енді отыр, босанайын деп отыр, қараймын, вроде нормально. Обычно енді босанған әйелдерді білесің ғой, примерно бір сағат, 2 сағат уақыттары болады да босанар алдында. И мен асықпай машинаға түсіремін, сөйтіп кетіп бара жатырмыз. Мен уже ұйқылы оялы, түнде енді. Сөйтіп алдына отырып алғам, сөйтсем артынан әйел айқайламай ма? Босанып жатырмын, деп. Сөйтіп резко машина артына қарасам, жаңақта баланың басы тіреліп тұр ғой. Тіреліп тұр, роддомға тарт деп айттым. Жасыл қызылына қарамай водитель басады. Скоро прям роддомның алдына келеміз. Түнде есік жауып тастаған, мен тоқылдатам, ашпайды ешкім. Прям роддомның алдына сигнал беріп, сирена ноль, светімдер өшіп қалған, роддом жабық. Не істеймін енді? Сөйтіп кірдім да, амал жоқ. Машинада жатқыздым да, сөйтіп полный босандырып, полный баланы шығарып, уже кіндігін бәрін жатқызып, не жатқанда артына уже роддом ашылып, врачтар келіп тұр ғой, не болды деп. Бәріміз типа олар енді үйреніп қалған ғой. Бәрі жақсы, аман есен бала туылды. Бәрі аман есен, жақсы, сразу болды, поздно деймін да. Одан кейін босандырып алдық деп. Не қалай болды қол? Ой, ол бірінші опыт болды, сол кезде босандырып алған. Одан кейін енді опыт деген достаточно болды да, енді босандыру жағынан, в принципе, сразу баланың үстін жылы киімдермен кигізіп, сразу ең бірінші балаға босанғаннан кейін ол жылу ғой, мамасының кеудесіне қойдырып, сразу үстіне жылы киіммен неғылып, обезвоживание, жаңағы гипотермия болмас үшін үстінде жауып, сөйтіп аман есен кіргіздік, бәрі жақсы қазір болады. Сол сияқты сізде де может оқиға болған шығар. Сол еске түсіп отыр, қазір сіз жедел жәрдем скорыйда айтқаннан кейін. Менде де сол дәрігер болып жүрдім, скорыйда мен педиатр болып істедім. Күндіз бізде де случай болды. Күндіз келдім, ойбай срочно бару керек. Повод андай болды. Ребенку плохо, не дышит деген. Сонда сіз айтқандай қызыл сарыға қарамай бізде сол айтылған адреске бардық. Барып үйіне кірсек, 2,5 шамамен 2,5 жастағы бала осылай тек бір точкеге, бір нүктеге қадалған болды. Басқа ешқандай несі жоқ. Ол кезде енді мен опытым енді керемет емес, енді бірінші, екінші жыл. Ана жерге барып бас деген, енді қатты не істерін білмеймін, қандай диагноз қоярын білмей отырмын бірінші. Енді тәжірибемде бірінші рет болды. Сосын өзімнен жаңағы опыты жоғары кісілердің бәріне звондадым. Былай отыр, былай. Әркім әртүрлі айтып отыр. Біреу инсульт қой, біреу андай қой, біреу мында апар деген сияқты. Сосын не істерін білмедім, мен диагноз қайда апаранын шеше алмағаннан кейін үйінде 3-4 адам болды. Әкесі, шешесі, қызы болды и тағы бір әжесі болды. Әрқайсысына жеке отырып, мен әлі есімде сол вызовта 1,5 сағат уақытымды кетірдім бір үйде. Әрқайсысымен жеке отырып сөйлестім. Қашан балаға қашан жоладың, қашан қарадың, памперсін қашан ауыстың, тамағын қашан, бүкіл мелочь сұрақ қойдым. Бірақ ешкімнен подозрительно ештеңе сұраған жоқпын. Бірақ ең соңында әжесін сұраған жоқпын. Бірақ әжесінің түріне қарадым, оның поведениесіне бәріне қарадым да, что-то подозрение болды менде. Сосын айттым, сөйлесейік сол кісімен деп. Сөйтіп сөйлессем, әңгімесі маған ұнаған жоқ. Енді ондай бір психиатрда учетта тұратын сияқты көрінді. Сөйтіп сұрасам, психиатрда учетта тұрады, шизофрения диагнозбен деді. Сосын хорошо, дәрі ішемін, ішеді, қандай дәрі, мынандай дәрі. Сосын жаңағы шизофренияның өзінің арнайы лечение, когда ауру қозған кезде, оны ауруды басып тастайтын адамды жаңағындай
не дейді жаңағы думка дейді ғой былайша депрессияға түсіп тастайтын дәрі бар. Қозып тұрғанда басатын ғой. Иә, қозып тұрған кезде басатын. Ана кісі оказывается сондай дәрі шегген да. Сөйтіп сол кісіден сұрадым, дәрі қашан іштің, қай жерде іштің, қалай іштің? Ол кісінің айтуы бойынша түнде жаңағы таблетканы 4-ке бөлуші деген. 4-ке бөлушеді. Соны бөлген, 4-ке бөлген үшеуін тапқан, көзі көрмегендіктен бір кусогын таппай қалған. Сөйтіп сол жерден бөлдім, осы жерден бүкіл диван, кровать, бүкіл жерді қарадық. Бірақ ештеңе таппадық. Сонымен қорытынды бала сол дәріні ішіп қойған деген шешімге келдік. Сол үйінде баланың мұрнынан зонд салып, асқазанын шайып, алғашқы көмекті көрсетіп, тек экстренно больницаға, токсикологияға бастық былайша айтқанда. Мен барған кезде 4 бригада бірден бардық токсикологияға деген. Біреу анаферон ішкен, біреу басқа дәрі ішкен, марганцовка ішкен. Сонымен мен ең соңында кіріп бардым. Токсиколог врач мені көрді де, менің баламды. Давай, сенікі что-то экстренно сияқты. Немен алып келдің, галоперидол ма деп мен дәрінің атын айтты. Сразу түрін көріп, мен ол кісінің андай бір профессионализміне риза болдым да. Сонымен алып келдің ба деді. Что-то сондай под вопросом деді. Сол жерден сонымен сол кісілермен бірге асқазан тағы да шайдық. Сол бала нәтижесінде реанимацияға көтердік. Енді сол оқиға менің өмірімде бір андай бір қатты есімде қалып кетті. Алғашқы дәрігерлік енді опыт басталған кездегі. Сол себептен енді мынау подкастты енді студенттер көріп отырса, немесе дәрігерлік қызмет енді бастап жатқан кісілерге мен айтарым, практика бөлек, теория бөлек. Сол себептен әрқайсыңыздың жеке бастарыңызда осындай оқиға қалып практика мен теория ұштасып тұру керек қой. Иә. Осылай жалпы дәрігерге алғашқы қадаммен керемет. Иә. Жақсы. Не пайда болады? Опыт дейді ғой былайша айтқанда. Дұрыс, иә. Ал енді құрметті оқырмандар, осы эфиріміз аяғына келді, соңына келді. Дәурен Садықовичпен сұхбатқа шығуға өте қуаныштымын. Көптеген сұрақтарға жауап алдық. Жалпы келесі видеода өте қызықты тақырыптар қозғалады. Сол үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Және де өзіңіздің жақындарыңызға осы видеомен бөлісіңіздер. Жақсы, рахмет Дәке. Рахмет сізге шақырғандарыңызға. Сау болыңыз. Жақсы, рахмет.